Саламатсыздар ма 9-шы сынып оқушылары? Геометрия пәнінен 2-90 бойынша алынатын жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Жалпы оқушылар 9 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші тапсырмада АБС-ді тіктөртбұрыш, мұндағы мінекей мына суретке мән береміз. Е нүктесі АД қабырғасының ортасы. Яғни мінекей мынау Е нүктесі мұндағы АД қабырғасының ортасы. Дұрыс тұжырымды белгіле дейді. Мұндағы оқушылар дұрыс тұжырым 1, 4 және 6 болады. Келесі екінші тапсырмада П нүктесіне, яғни оның координатасы -6-да 8, абсцисса осі арқылы симметриялы болатын нүктенің координатасын табыңыз. Оқушылар ең алдымен П нүктесін белгілеп аламыз. -6-да 8-е, мінекей -6-да 8. Мұнда орналасқан. Мұнда П нүктесі. Абсцисса осіне симметриялы болатын болса, оқушылар мінекей мұндағы X өсі, абсцисса осіге мұнда клетканы санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болатын болса, төмен қарай 8 клетка аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей мұнда. Оқушылар бұл нүктені П1 деп алайық. Сонда П1 нүктесінің координатасы -6-да -8 болады. Келесі үшінші тапсырмада қай тұжырым дұрыс? Оқушылар мұнда ромбының 2 симметрия осі бар, олар оның диагоналдары деген А нұсқасы дұрыс болады. Келесі төртінші есепте АБС үшбұрышы А1, Б1, С1 үшбұрышына гомеотетиялы АБ 7 см, ВС 18 см, АС 23 см. А1, Б1, С1 үшбұрышының кіші қабырғасын табыңыз, егер оның үлкен қабырғасы 115 см-ге тең болса. Оқушылар ең алдымен біз К-ны табамыз, яғни коэффициент табамыз. Ол үшін оқушылар мұндағы А1, С1-ді асыға бөлеміз. А1, С1 бізде 115-ке тең. Бөлеміз асыға, яғни 23 см-ге, сонда коэффициенті тең болады 5-ке. Енді мұндағы А1, Б1-ді табу үшін коэффициенті көбейтеміз АБ-ға. АБ бізде 7 см-ге тең, коэффициенті 5-ке тең, көбейткен кезде 35-ке тең болады. Келесі 5-ші тапсырмада АБС үшбұрышында АД бисектрисасы жүргізілген. Егер асы 4, ДС 2, ВД 3-ке тең болса, АБС үшбұрышының периметрін табыңыз. Оқушылар бізге АБС үшбұрышы берілген, мұндағы АД бисектриса және ол мұндағы ВС қабырғасын 3 және 2 болатын кесіндерге бөледі екен. Мұндағы бізде асы, яғни табаны 4-ке тең, бізге табу керек периметрін. Жалпы оқушылар периметр табу үшін өздерің білесіңдер, барлық қабырғаларын қосамыз. АВ-ға қосамыз, ВС-ны қосамыз, АС-ны. Мұнда бізде асы белгілі, бізге табу керек АВ-ны және ВС-ны. Енді мұнда біз ВС-ны тапсақ болады. ВС-ны табу үшін ВД-ға қосамыз ДС-ны. Яғни бізде ВД 3-ке тең, қосамыз 2-ны, тең болады екен 5-ке. Енді оқушылар мұнда бізде АД бисектриса дедіге, осы бисектрисаның қасиеті бойынша бисектрисаның қасиеті бойынша оқушылар ВД-ның АВ-ға қатынасы тең болады ДС-ның АС-ға қатынасына. Мұнда оқушылар бізде ВД мінекей 3-ке тең, бізде АВ белгісіз, ДС бізде 2-ке тең, ал асы 4-ке тең.
осы пропорциядан А-ны табу үшін 3-ке көбейтеміз 4-ті, бөлеміз 2-ге. Сонда тең болады 6-ға. Енді периметрін тапсақ болады. А-сы үшбұрышының периметрін табу үшін жаңа өзіміз айттық. А-ға қосамыз В-сыны, қосамыз А-сыны. А-ы бізде 6-ға тең, қосамыз В-сы бізде 5-ке тең, ал А-сы 4-ке тең. Сонда периметрі 15-ке тең болады. Келесі 6-шы есеп А-сы үшбұрышында асық қабырғасына параллель түзу. А-ы және В-сы қабырғаларын сәйкес М және N нүктелерінде қиып өтеді. NS қабырғасын табыңыз, егер А-сы 69, М-ін 23, Б-ін 60-ға тең болса. Оқушылар, мұнда бізде А-сы және М-ін екеуі параллель, екі параллель түзуді үшінші түзумен қиған кезде ондағы пайда болған бұрыштар тең болады. Яғни мұндағы мына бұрышпен мына бұрыш тең және N бұрышымен С бұрышы тең. Енді оқушылар, екі бұрышы тең болғандықтан, яғни мұндағы А-сы үшбұрышымен М-Б-Н үшбұрыштарының екі бұрыштары тең болғандықтан, мұндағы бізде үшбұрыш А-Б-С ұқсас болады үшбұрыш М-Б-Н-ге. Енді ұқсас үшбұрыштардың қабырғалардың қатынасы тең деген қасиеті бойынша былай аламыз. А-сының М-Н-ге қатынасы тең болады Б-сының Б-Н-ге қатынасына. Оқушылар, А-сы бізде 69-ға тең, М-н 23-ке тең, ал Б-сы белгісіз, оны X деп аламыз да, Б-н бізде 60-ға тең. Сонда осы жерден X-ті табу үшін 69-ға көбейтеміз 60-ты, бөлеміз 23-ке. Сонда X тең болады бізде 180-ге, яғни Б-сы тең болады 180-ге. Мына қабырғасы оқушылар, Б-сы бізде 180-ге теңе. Енді Б-нді, яғни мұндағы Б-нді табу үшін 180-нен азайтамыз. Оқушылар, бізде Б-н белгілі, Б-н белгілі, бұны жақша алып қоя салайық. Бізге табу керек екен Н-сті. Н-сті табу үшін 180-нен азайтамыз Б-нді. Яғни бізде Б-с бізде 180 еді. Сонда Б-н бізде 60 еді. Екеуін азайтсақ 120 болады. Келесі 7-ші тапсырмада параллель көшіруде А нүктесі А1 нүктесіне көшеді. Б нүктесі параллель көшіру арқылы Б1 нүктесіне көшсе, Б1 нүктесінің координатасын табыңыз. Оқушылар, ең алдымен мұндағы А нүктесі А1 нүктесіне көшкен кезде қандай координаттармен көшкенін табамыз. Ол нүктені біз мысалға С нүктесі деп алайық. С нүктесінің координатасын табу үшін А1-ден азайтамыз А-ны. Яғни А1 бізде 1-де -1, азайтамыз -3-те 4-ті. 1-ден азайтамыз -3-ті, 2 плюс болады, 4 болады. Мұнда -1-ден азайтамыз 4-ті, -5 болады. Енді мұндағы Б1-ді табу үшін Б-ға қосамыз С-ны. Б нүктесінің координатасы 2-де -3, қосамыз 4-де -5-ті, 2 қосамыз 4-ті 6 болады, -3 қосамыз -5-ті -8 болады. Сонда жауабы 6-да -8 болады. 8-ші тапсырма. АБС-ді ромб салыңыз. Асы векторы арқылы параллель бейнеленген ромбыны салыңыз. Оқушылар, ең алдымен АБС-ді ромбысын саламыз. Сонан соң барып мұндағы асы векторы арқылы параллель бейнеленген
А1, Б1, С1, Д1 ромбысын саламыз. Оқушылар, соңғы 9-шы тапсырма суреттегі екі үшбұрыштың ұқсас екенін көрсетіңіз. Яғни мұндағы АБС және PQR үшбұрышының ұқсас екенін көрсетеміз. Оқушылар, мұнда бізде АБ 2-ге тең, ВС 4-ге тең және АС 5-ге тең, PQ 6-ға тең, QR 12 және PR 15-ге тең. Қандай да бір үшбұрыштар ұқсас болған кезде олардың қабырғаларының қатынасы тең болады. Енді соны тексеріп көреміз. Онда бізде PR-дің АС-ға қатынасы тең болады. RQ-дің БС-ға, яғни СБ деп отсақ та болады, СБ-ға қатынасына және PQ-дің қатынасы, яғни АБ-ға қатынасы, осы қабырғалардың барлығының қатынастары бір-біріне тең болу керек. Енді орнына қоятын болсақ, оқушылар, PR бізде 15-ге тең, бөлеміз асы бізде 5-ге тең. Мұндағы RQ 12-ге тең, СБ 4-ге теңі, PQ бізде 6-ға тең, ал АБ 2-ге тең. 15-ті 5-ге бөлеміз 3 болады, мұнда да 12-ні 4-ге бөлсек 3 болады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады екен. Барлығының қатынастары бірдей мәнге тең екен. Сонда оқушылар, үшбұрыштардың ұқсастығының үшінші белгісі бойынша мұндағы үшбұрыш АБС және үшбұрыш PQR ұқсас үшбұрыштар деп алсақ болады. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, немесе қандай да бір каналға қатысты ұсыныстарың болатын болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.